оқушылар, мен Несібайұлы, Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласының нөмірі 7-ші жалпы орта білім беру мектебінің 9-ші Б сынып оқушысы. Казпен стартап 2023 байқауына қатысушы. Жобамның тақырыбы жергілікті жердің дәнді өсімдіктерін өндіру. Жетекші биология пәні мұғалімі Тусылбалиева Вера Нұрмұханова. Жұмыстың өзектілігі жергілікті жердің дәнді өсімдіктері жанқашылыққа деректер алады. Халықты құртқың келсе басқа елдің азығымен тамақтандырмекші, қазіргі уақытта көптеген азық өнімдері, жеміс-жидектер, көкөністер, дәнді өсімдіктер басқа елден импортталатыны белгілі. Соның салдарынан ауру өте көп және жасырын келеді. Сол себепті ауруларды емдеудің ең тиімді жолы ол жергілікті дәнді өсімдіктерді пайдалану. Дана көктен дәрі шөптер шығады деп дана халқымыз бекер айтпаған. Фитотерапия ең көне және ең рас ғылым. Ол әртүрлі елдердің дәстүрлі және халықтық медицинасының мыңжылдық тәжірибесін біріктіреді. Дәнді өсімдіктер көптеген адамдардан назарынан аударады. Химия фармацевтика өнеркәсібі шығаратын препараттардан қарағанда даламыздың, ормандарымыздың, егістіктеріміздің қарапайым шөптері жүздеген мың пациенттеріміздің сенімінен шығады. Және бұл түсінікті. Көптеген дәнді өсімдіктердің емдік құндылығы ғылыми медицинамен дәлелденген. Медициналық және фармацевтикалық мекемелерде зерттелген барлық дәрі-дәрмектің 35-40% өсімдіктер құрайды. Қазіргі кезде табиғи шөптермен емделу, шай шөптерді ішу трендке айналды. Біріншіден ол табиғи таза экологиялық өнімдер, екіншіден ол өте арзан, үшіншіден әр емделуші өзіне осы өсімдіктермен қалай емделгендігі туралы ақпаратты интернет желісінен оңай таба алады. Жобаның жалпы сипаттамасы, сол себепті бұл бизнес көзі өте қызықтырады және перспективалы іс. Өсімдіктерді жинау, меңгеру көп инвестицияны талап етпейді және қысқа мерзімде өзін өтейді. Осы бизнес жоспарда табиғи өнімдерді табиғаттан жинаумен, ауыл шаруашылық өнімдерін өсірумен және кейіннен өткізумен айналысумен көзделеді. Дәл өсімдіктері шай, қурай, итмұрын, мың жапырақ, кегорын, аңыз, паргүл, сүйекшөп, түйежапырақ тағы да басқа табиғат аясына жинап, кептіріп, ортақтап, өлшеңдеп, атауы бар қағаз қаптарға салып, жарнамалау және сату. Бұл таза экологиялық аймақтардан жиналған және пестицидтерді қолданбай өсірілген экологиялық таза өнімдер болады. Біз әрекетімізді 5 кезеңге бөлуге болады. Ең бірінші кезең экологиялық таза аймақтардан дәрілік шөптерді теру. Екінші, оларды кептіру, яғни көлеңкеге немесе кептіргіштерге. Үшінші кезең аты жазылған қағаз конверттерге салу. Төртінші, өнімдерді жарнамалау және бесінші, өнімді сату. Маркетинг жоспарға келетін болсақ, дәріханаларда көп сұранысқа ие шөптерді анықтау, олардың бағасын білу. Дәл өсімдіктер жинайтын экологиялық таза өнімдер жинайтын аймақтарды анықтау. Осы жоспарды іске қоспас бұрын болашақ сатып алушыларға жергілікті жердің дәнді өсімдіктері туралы мәлімет беру жинақталмау. Жергілікті халықтан көтерме сатушылармен, бөлшек сауда желілерімен, сауда нүктелерімен, халық медицинамен айналысатын емшілерден тапсырыс қабылдау. Кептірілген шөптерден шай жинақтарын жасау. Бір қорап кептірілген шөпті 20-50 граммнан мөлшерлеу, таза контекті. Шөп құрамының бағасын 200-400 теңге аралығында бағалау. Яғни дәріхананың бағасынан азырақ төмен. Кейін сұраныс болса 50-100 теңгеге өсіру. Шай жинақтарының бағасын 500-1000 теңгеге бағалау. Жоспарланған кіріс сомасы 1 жылда 120 мың теңге. Свод талдауын жасап көрейік. Күшті жақтары табиғи таза өнім, арзан, жергілікті адамдарға өте пайдалы, үлкен ассортимент және жеңіл, көлемсіз. Әлсіз жақтары нарықта әлі орны жоқ, танымал емес, яғни қызметтің осы түріне сұраныстың жеткіліксіздігі. Жеткізу қиындығы, қызметтің осы түріне сұраныстың төмендеуі. Мүмкіндіктері интернет желісі арқылы жарнама жасау, тұтынушылардың жақсы пікірлерімен қайта жарнамалау. Қауіпті жақтары, тұтынушылар не себепті арзан деп қауіптенуі немесе менсінбеуі. Өнімді дұрыс сақтамаудан олардың бұзылуы. Бәсекелестерді бағаламау, яғни дәріханалар, әйгілі интернет дүкендер және форс-мажор. Тәуекелдерді азайту шаралары ақпараттың ұйымдастырудың, жұмыс істеудің және басқа жағдайлардың жоғары деңгейі. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жоспарлау. Ақшалай және басқа активтерді қатаң бақылау, нарықтық жағдайды үнемі талдау, өзгерістерге тез жауап беру және жарнаманы үзбеу. Назарларыңызда қаржылық жоспар. Қорытындылай келе, экологиялық таза өнім бизнесінің бастауы. Арзан, сапалы өнімдер жергілікті халықтың денсаулығына пайдасын тигізері сөзсіз. Қазіргі уақытта көптеген әйгілі компаниялар емдік шөптерден жиналған қоспаларды немесе шайларды 40-70 граммдық құрамдарды 1200-1600 теңгеге сауда жасалуда. Біздің өндірісіміз бұл жинақтардың жергілікті экологиялық таза алаңдардан жиналған аналогын баламасын тұтынушыға арзанға ұсына аламыз. Егер сауданың сұранысқа ие болып жүріп жатса, қазіргі уақытта қосымша бақыласа, егістік, қыша шөп, жалбыз, жаужа, ашшөп, ақжелкен, асқот, қымыздық тағы да басқа өсімдіктерді өсіру қолға алынады және оларды балауса кейінгі сауда нүктелеріне сатуды көздейді. Назарларыңызға рахмет.